Адамдарды айтамын да күнде ақ нан жей бергеннен жалықпайды екен деп. Тіпті ол нан зиян болса да. Ендеше сіздерге дәмі ерекше әрі тойымды сәбізден жасалған нанды жасау жолын үйретейін. Бұл нанның ерекшелігі ұнында без-глютен ұн, яғни пайдалы ұн. Құрамымен таныстырып өтсем, сәбіз, без-глютен ұн, жұмыртқа, қиқимай және қант қоспасаңыздар да болады. Бетіне себуге мак пен шемішкенің дәнін салдым. Барлығын араластырамыз, ыдысымызды майлап, дайын болған тестамызды салып, 35-40 минутта нанымыз дайын болады. Біздің үйде балалар жақсы көріп, сүйсініп жеді. Мен аптасына 1-2 рет жасап тұруға тырысамын. Өйткені палауға және тағы басқа тағамға қосылған сәбіздерді балалар ондай қатты ұнатпайды. Ал бұл нанда сәбіздің дәмі дымда білінген жоқ. Ендеше сіздерге ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Лайк басуды ұмытпаңыздар.